көрнекі түрде алдымызда мінеки тұр. Яғни біздер мынау неасын қоспа қыздырамыз. Бұлар қарай қандай компоненттер өтеді, бұлардың кезінде жеңіл компоненттер. Оларды не деп атаймыз? Дистиллят булары дейміз. Дистиллят булары қайда барып түседі? Конденсатор салқын шыға барып түседі. Немен салқындатамыз сыртынан? Салқын сумен салқындатамыз. Так, сол кезде біздің дистиллят буларымыз неге айналып кетеді? Конденсат. Яғни біздің бөліп алған өніміз дистиллятты конденсат түрінде бөліп екінші бір ыдысқа не аламыз? Жинап аламыз. Процесс түсінікті ғой. Так, бұл жай айдау процесі. Бұл процесс өндірісте қолданылады ма, қолданылмайды. Бұл процестің не кемшілігі бар? Өткенде айттым. Буды тек бірден бөліп алып отырасың, жоқтан конденсацияны айтсың. Температурасы қандай? Буды біртіндеп есе береміз, шығара береміз. Так. Сондықтан мына екінші астындағы ауыр компоненттің қайнау температурасы төмендемейді. Сосын алынған өнімдердің тазалық дәрежесі қандай болады деді? Төмен болады. Яғни компоненттер таза бір-бірінен айырылмайды. Тазармайды дұрысынша. Тазару дәрежесі екеуінің айырылу дәрежесі төмен болады дедік. Так, бұл қай жерде жүргізілетін процесс? Лабораториялық процесс. Бұл да айдау процесі, бірақ лабораторияларда ғана жүргізіледі. Түсінікті ғой? Енді терминдерге тоқталайық. Термометр дейді, ағылшынша оқылуы, біздер қазақша, орысша оқимыз, термометр дейді, ағылшынша термометр дейді. Термометр. Кім айталады? Термометр деп екінші мынау так, бұл неге қалай аударылады? Дистилл. Так, бөлініп. Бөлінеміз. Бұл тарелка, яғни от береміз деген сөз, я? Так, конденсатор деген сөз, я? Конденсатор. Так, төмен қарай ағылады деген сөз, я? Коуатин, салқын су беріледі. Так, receiving flask. Қабылдап алушы. Distillate. Сөзден біздің мынау жоғарғы өніміз, қолбадан алынатын жоғарғы өніміз, астындағы өніміз қалай айтылады? Қалды. Түсінікті ғой? Так. Блиц simple distillation командасы сонымен жақсы процесті түсіндіріп шықты. Енді әрі қарай блиц сұрақтар осы командаға қойылатын. Командамен жауап бересіздер, солай ғой? Так, бірінші сұрақ. Жай айдау мен ретификацияның қандай айырмашылығы бар? Жаңа ғана айттық, жай айдау процесінің не кемшілігі бар екен? Бұл процесін тұрақты емес, бірден алып отырамыз конденсатор арқылы, және де тауарлы өнімнің температура шегі төмен отырылады. Ал ретификацияда, яғни бұл конденсацияланып отырып, температура тұрақты ұсталады. Яғни ретификацияда біз бір рет қана бұларды конденсацияламаймыз дейсіміз. Бұл механизмді бірнеше қайтара әрекеттестіріп конденсациялап буландырамыз. Нәтижесіне біз не келеміз сонда? Жоғары шекті. Тазалау дәрежесі жоғары болады. Дұрыс, жақсы, молодец. Так, екінші сұрақ, флегма дегеніміз не? Жоғарыдан ағатын сұйықтық. Қайдағы? Ауына
колоннаға. Колоннаның қай жеріне жоғарғы жағында ненің үстінен береміз оны? Біріншіден колоннаның ішінде нелер бар? Бірінші табақшаның үстінен не мақсатта береміз оны? Колоннаның жоғарғы жағындағы толық сөйлемді құрып үйретейік. Колоннаның жоғарғы жағындағы Лена температураны процесс жүреді, ол сұйық ағыннан бұл фазалары сұйық ағыннан фаза сөйледі. Табақшаның бетіндегі сұйық арқылы бұл фазасы жоғарғы өтеді. Жоғарғы өтеді. Сол кезде сұйық пен газдың араласуын не деп атаймыз? Барботаж деп атаймыз. Осы барботаж кезінде не болады? Сұйық пен қандай өзара не, қандай күйге шығарады? Сұйық пен газ бір-бірімен не істейді? Қандай процестер жүреді екеуінің араласуы кезінде? Немен алмасады олар? Жылу алмасады, сосын біз өтіп жатқан процестеріміз қандай? Жылу алмасады, сосын не алмасады тағы? Масса алмасады. Так, келесі сұрақ. Ректификация қандай аппаратта жүреді? Ректификация колоннада жүреді. Ректификация колоннада жүреді. Оның қандай түрлері бар? Ректификация колоннада негізінде Қалған затты тауып тастау. Ағыстан бетіне жұмыс айтасың? Абсорбция бөліп алу. Бұл тағы да өзге есепте бөліп алу процесі. Бұл да масса алмасуға жататын процесс. Абсорбцияға ол қандай процесс ол? Кері жүреді ма, әлде абсорбция сияқты жүреді ма? Керісінше жүреді. Абсорбцияға кері жүретін процесті десорбция деп атаймыз. Дұрыс, молодец. Да, енді келесі сұрақ бізде колоннаның жоғарғы бөлімі қалай аталады? Негізі бұл жерде біздер айтып жатырмыз. Енді ол жерде ағылшынша атын атап кетсеңдер. Ағылшынша атын? Иә. Қалай аты? Қандай жоғарғы бөлім аталады? Дистиллят. Дистиллят, дұрыс айтасың. Ағылшынша қалай болады? Бұл жаңағы дистиллейт деп аталады. Дұрыс. Так, келесі колонна, ректификация процесін жүргізу шарттары қандай? Қандай фазалар қатысу керек міндетті түрде? Бу мен сұйық фаза. Бу мен сұйық фаза міндетті түрде колоннаның ішінде не істеу керек? сұйықтықтарды береміз. Соңғы шығарылатын жерде бұлардың конденсациялау моторы арқылы, яғни флейгманы беріп отырады. Сұйықпен барботаж процесі арқылы, яғни араласып отырады.